Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайындағы лагманды жасаймыз. Ол үшін бізге тестаға ұн мен суды ақырын қосып, осындай теста шығару керек. Суы тым көп болып кетпеу керек. Біз оны холодильникқа жауып қоямыз. Ал енді оның қоспасына бізге керегі перец, капуста, сәбіз, жуа, укроп, және де чеснок, және де жасыл жуа керек болады. Және де осылай еттерді барлығын кубиктап, турап, қазанға пісіретін боламыз. Қазанда 20 минуттай пісу керек. Енді бұған қосатын қоспаларымыз ол қара бұрыш, тұз, паприка және де қызыл бұрыш қосамыз. Соевый соус, енді осының үстіне су құятын боламыз. Бұны жауып қойып, енді тестасына тағы көшейік. Мінекей осылай біз қоп қоямыз. Содан кейін дәл видеодағыдай осылай істейміз. Содан кейін біз оны тұзы бар суға салып қоямыз.
Содан соң үстіне сұйық май құйып, оны араластырамыз. Ал мінекей біздің өте дәмді лагманымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.